Сыр диқандары биыл күріштен рекордтық көрсеткішке қол жеткізуі мүмкін. Себебі биыл жерде ылғал көп болып, егіннің шығымы жақсы. Қазір алқаптағы күріштің 42% орылды. Алып техникалар күні-түні тынбай жұмыс істеуде. Себебі еңбекші қауым ала жаздай күтіп баптаған дақылды жауынға қалдырмай жинап, қамбаға құйып алудың қамына ерте кіріскен. Айта кетейік, биыл аймақ диқандары 85 мың гектардың үстінде күріш екті. Соның шамамен 86%-ы жақсы деп бағаланып отыр. Негізгі дақылдың 64 мың гектары арам шөптерге қарсы гербицидтермен өңделсе, 70 мың гектарына қажетті тыңайтқыштар себілген. Нәтижесінде өнімділік артып отыр. Былтыр 70 центнерден өнім алғанбыз. Қазіргі уақытта 9 гектар жердің өнімін жинап алдық. Орташа өнім 87 центнер. Оның ішінде жаңағы Ресейден алынған каурис сорты 92-93 центнерден өнім алып жатырық қазір. Солар жоғары көрсеткіш көрсетуде. Қазір орташа облыс бойынша орта өнімділік қазір бүгінгі күнге 50 центнер болып тұр. Өткен жылдың сәйкестік кезеңімен салыстырғанда орташа өнімділік 1 центнерге артып отыр. 85.600 гектардың бүгінгі таңда 28 мың гектары орылды. Бұл 32%, және соның 20 мың гектары бастырылды.